Нұржан қалайсыз? Жақсы, өздеріңіз қалайсыздар? Енді бүгін анықтаймыз кім ханзада болғанын. Сіз бір қаншасыншы орын немесе ханзада боламын деп ойлайсыз? Негізі мен таласып келе жатырмын деген едім, кешегіден кейін мен мүлдем түсіп кеттім шынымды айтайыншы. 2 деген балл енді білмеймін. Орыннан да сырт тастады деп ойлаймын. Көреміз енді нәтижені бүгін 14-30 қосылды болсын. Көреміз ғой. Негізі кеше дайындық жаман болып қалды ма, жақалай? Мен өзімнен дайындық аз болып қалды. Келмеді былай, түнімен таңғы 5-ге дейін отырдым, бірақ шықпады. Шабыт болмады ма? Шабыт болмады. Шыққан дүниемен осы жерге келдім. Сондай болып қалды нәтижесі. Ал Қосылай ханзадасы 2025 Нұрсұлтан Мұратұлы құтты болсын. Рахмет, жеттік, бүгінге де жеттік. Аллах разы болсын барлықтарыңызға. Мені қолдап жатқан жандарға шынымен де басымды иіп алғыс айтамын. Мені дайындаған кісілерге, менің қасымда поддержка болған кісілерге шынымен өте разымын. Алғыстан басқа ешнәрсе айта алмаймын. Рахмет. Бір апта бойы сізді қолдаған қолдаушыларға да осы жеңіс құтты болсын. Сіз де осы жеңісті абыроймен өткізіңіз. Мұнда енді перизат. Ол кісінің енді поддержкасы дегенде бөлек болды. Қолдау бөлек болды. Ни грамма не сомневалась. Он достоин. Молодец. Құтты болсын. Луни, алға! Нұрсұлтандікі ма уже? Бұл қолдаушылар берген дүние, енді бүгін кім жеңеді деп ойлайсыз? Енді QR-дың бағанағы нелер бар ғой, соны ескеру керек сияқты негізі. Сол бәрі соны ұмытып жатқан сияқты? Көбісі сол. Мен ойлап қойдым кешеде соны сұрап жатырмын Нұрсұлтан кімдерден, Нұрдәулеттерден, қаншалықты қалай болды деген сияқты. Сөйлеспейміз. Бірақ енді өз ойым Луни бауырым жеңген сияқты негізі. Өкінішті өзіңіз қатыспағаныңыз, әйтпесе сіз де бір орынға таласатын жігітсіз ғой. Бағана бізде енді дайындық болып жатқан, шығатын кезде соған 1-2 рет шығып қалып едіңіз, жарысады екен өзіңізге. Сол Өзіңізді әттегене деп қалған сияқтысыз. Айтпаңыз, сол адуыным ойнап та өлеңдік шабып бер жеткен мотивация. Енді 14:30-да көріңіздер. 14:30-да көріңіздер, бүгін гранд финал сұмдық болатын сияқты. Писалты істемеді мысалы. Қалайсыз? Заяц деп бәрі енді прикол ұстап жатыр енді. Костюм мынау. Ассалаумағалейкум. Сіз бір ханзада болуға дайындалып жатқан сияқтысыз. Білмеймін. Не болса да енді бесіп тұрып қой бәріміз ше. Ханзада болып кетсек жүр жақсы. Дайынсыз. Болмай қалсақ өкінбейміз. Бәрі алда. Дайын болып кетті енді. Енді бір қаншасыншы орын аламын деп ойлайсыз, кем дегенде? 3-2. Негізі халық ханзадасының бірісіз ғой. Халық қолдап жатқан. Халық қолдап жатыр, рахмет, халық үлкен қолдаушылар бар екен. Енді бүгін көреміз. Бүгін көреміз. Бірақ кеше таңғалдырғаны жас маған дауысымен. Күткен жоқпын одан. Так бәрі күшті болды. Ханзада бәрі өздерін сынады ғой. Жігіттер еш өкінсіз. Негізі қызық болды ма? Қатысқаныңызға өкінбейсіз бе? Өкінбеймін. Достар, бүгінгі эфирді көріңіздер. Бүгін бізде гранд финал. Кім ханзада болады, кім бірінші, кім екінші орын алады. Барлығын сілтемеге өтіп көрсеңіздер болады. Біз сіздерді осы сілтемеде күтеміз. Эфирді жіберіп алмаңыздар. Бізде марапаттау басталды, және Абылайхан көңіл күйіңіз жоқ сияқты, сіз тапқыр ханзада болып атандыңыз. Енді көңіл күйіңіз неге жоқ? Мен жалпы өмірде де тапқырым ғой негізі. Жұмыста да, өмірде де барлық жерде негізі. Дұрыс берген сияқты бір шетінен. Бірақ енді елдер ойлап қалып жатыр. Екінші шығарып тастағанға бір 8-ші ма орында тұрды. Қазір таблица шыққан кезде ел көретін сияқты халық. Мүмкін мен бір 4-ші сондай тұрған шығарым деп ойлап жатырмын да. Бал бойынша, ұпай бойынша, Енді құтты болсын. Көңіл күйіңізді түсірмеңіз. Сіз шынымен тапқыр ер азаматсыз, мықты ер азаматсыз. Осы сайысқа қатысқанның өзі бір жетістік. Ең главный мақсат үйленіп кету. Жаңа жылға дейін, Алла берсе, бір қыз табылса, осы үміткермен жақсы күтсе үйленіп кетемін. Бұйырса. Біздің Батыр ханзадамыз құтты болсын. Өзіңізге ұнап тұрма, негізі дәл өзіңізге келетін номинация деп ойлаймын. Өзіме қатты ұнап кетті, негізі Батыр ханзада уже аты да айтып тұр, батырлықты білдіреді. Одан сосын спорттан да мен алдында жақсы көрсеткіштер көрсеткен болатынмын. Енді қатты не болды, қобалжу болды. Біздің әлі қобалжып тұрмын.
Болды, қобалжыңызды басыңыз бәрі артта қалды. Енді сіз біздің Батыр ханзадамыз, және де қазақтың ер азаматтары дәл өзіңіздей болсын. Құтты болсын. Ендігі үйленіп осы жерде бір отбасылы болып шығуыңызды тілейміз. Әумин айтқаныңыз келсін. Енді осы жерде мен Қостанайға, осылай жобасына үлкен рахмет айтқым келіп отыр. Осындай мүмкіндік берген, осындай қатысуға, осындай марапат беріп жатқандарына. Енді бар алғысым тек қана Қостанай ұжымына. Көрермен көзайымына ие болған бізде Жанболат. Негізі бұл деген өте жақсы орын. Көрерменнің көзайымы болу деген ол үлкен жауапкершілікті талап етеді. Қуаныштысыз ба? Қуаныштымын, өте керемет. Ренішіңіз басылды ма әйтеуір? Ренішім жоқ мен ешқандай да. Тек сыртта болып жатқан дүниелерге ғана да. Так бәрі керемет, өте керемет. Енді осы бір номинацияны абыроймен тағып жүресіз деп ойлаймыз. Сәттілік және құтты болсын. Енді бізде 3-ші орын иегері Нұржан мұнда. Құтты болсын. Рахмет. Ең бастысы мен айтып жатырмын, Ақеркенің ханзадасысыз деп. Мен қуаныштымын, өзімді жаңа айтқандай басқа қырынан, мүлдем басқа қырынан көрдім осы. Ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Бүгін енді ренжігіш ханзадаларымыз Дара дейтін номинацияны алып. Бір апта бойы қабағы ашылмаған Диас қазір Дара ханзаданы алып кәдімгідей қуанып жүр. Оның өзі бір қуантып жатыр бізді. Құтты болсын. Рахмет. Негізі енді өнерлілер көп, тапқырлар көп, батырлар көп. Дара дейтін. Дара атауының өзі Дара дегенді білдіреді ғой. Бұл да бір белгісі деп қоямын өзім. Құтты болсын. Қолда жатқан жандарға рахмет. Алда әлі. Ешқандай реніш жоқ. Жоқ. Өзіңізге тиесілі орын алдыңыз. Тиесілі емес, негізі бірінші орынға лайықпын ғой. Құдайдың жазғаны. Бұйырғаны. Ал Қостанай ханзадасы 2025 Нұрсұлтан Мұратұлы құтты болсын. Рахмет, жеттік, бүгінге де жеттік. Аллах разы болсын барлықтарыңызға. Мені қолдап жатқан жандарға шынымен де басымды иіп алғыс айтам. Мені дайындаған кісілерге, менің қасымда поддержка болған кісілерге шынымен. Құрметті оқырмандар, бүгінгі менің эфирге келген осындай образым әдемі осы бір көйлек. Мне ему Рамион гір дегізі гірлерді болайық. Бірақ өзгеріс қалай екен деп.